Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша 5-ші сынып оқушыларына 3-ші тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз түркі тілдес халықтар. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі деп аталады. Біз бұл сабақта қазіргі түркі әлемімен, түркі әлеміне ортақ тіл мен мәдениетпен, қазақ тіліндегі дауысты және дауыссыз дыбыстармен танысамыз. Бірінші тапсырма: мәтінді оқыңдар. Қазіргі түркі әлемі Евразия құрлығының едәуір бөлігін алып жатқан 40-тан астам этникалық топты құрайды. Түркі тілдес халықтар Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Түркменстан, Өзбекстан, Ресей мен Қытайда өмір сүріп келеді. Сондай-ақ Ауғанстан, Болгария, Грекия, Иран, Моңғолияда тұрып жатқан түрлі диаспораларының саны да едәуір. Қазір түріктерді төрткүл дүниенің 4 бұрышынан кездестіруге болады. Орта Азия мен Қазақстанда қазақ, өзбек, түркмен, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр, Азия мен Балқанда түрік, Кавказда Әзірбайжан, құмық, қарашай, балқар, ноғай, еділ бойы Оралда татар, башқұрт, чуваш, Сібірде Алтай, Тува, Шор, Чулым, Хакас, Саха, Шығыс Европада Гагауз, Қырым татарлары, Қарайым, Қырымшақ халықтары өмір сүріп жатыр. Жалпы түркі әлеміндегі 40 шақты тілде 200 миллионға жуық адам сөйлейді. Түркі әлемінің жарқын болашағын тікелей оның бірлігіне байланысты. Әрбір түркі ұлты өзінің туыстас халықтармен бірге болғанда, соларға арқа сүйегенде ғана өзінен ұлттық болмысын ұлт ретінде сақтап, ұлттық дәстүрін дамыта алады. Есте сақтаңдар, түркі тілдес халықтардың тілін, мәдениетін, әдебиетін, тарихын зерттейтін ғылым саласы түркология деп аталады. Түсіндірме сөздік: төрткүл дүние, дүние жүзі, бүкіл әлем, арқа сүйеу, иек арту, тірек ету, диаспора өз отанынан басқа жерге қоныстанған ұлттың бөлшегі. Бірінші А тапсырмасы: мәтін бойынша төмендегі тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші, мәтінде түркі тілдес халықтар туралы берілген негізгі ақпараттарды санамалап көрсетіңдер. Жалпы түркі әлеміндегі 40 шақты тілде 200 миллионға жуық адам сөйлейді. Түркология деген қандай ғылым? Түркі тілдес халықтардың тілін, мәдениетін, тарихын зерттейтін ғылым саласы түркология деп аталады. Түркі әлемі деген тіркесті қалай түсінесіңдер? Түркі тілдес халық деп түсінеміз. Мәтіннен ойдың негізгі түйінін көрсететін жолдарды табыңдар. Түркі әлемінің жарқын болашағы тікелей оның бірлігіне байланысты. Бірінші А тапсырмасы: мәтін мазмұнына сәйкес келетін сөйлемді белгілеңдер. Түркі әлемі 50-ден астам этникалық топты құрайды. Дұрыс. Түркі тілдес халықтарды әлемнің барлық жерінен кездестіруге болады. Дұрыс. Қазақ, өзбек, түркмен, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр ұлттары негізінен Кавказда қоныстанған. Бұрыс. Жалқы есімдерді теріп жазып, ондағы дыбыс пен әріп санын анықтаңдар. Кірме дыбыстардың астын сызыңдар. Еуразия Әзірбайжан, Қазақстан Қырғызстан, Түркия Түркменстан, Өзбекстан, Ресей, Қытай, Болгария, Грекия, Иран Кавказ, Моңғолия Ауғанстан. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі: қазақ тілінде 9 дауысты, 19 дауыссыз дыбыс бар. Дауысты дыбыстар: А, Ә, О, Ö, Е, О, Ö, А, Э. Дауыссыз дыбыстар: Б, Г, Г, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ш, У. Екінші тапсырма: жұмбақтарды шешіңдер. Жауап сөздегі дыбыстарды дауысты және дауыссыз дыбыстарға жіктеңдер. Бірінші жұмбақ: бірінші буыным ол қажет, дауысты әріптің бірімін. Екінші буыным түйенің бір түрімін. Екеуін қоссаң қаттымын, жеміспін әрі тәттімін. Бұның жауабы анар. Екінші жұмбақ: алғашқы буыным киімнің таныс бөлігі. Екінші буыным әрекет, осыдан жеміс өнеді. Екеуін қоссаң мәртебе, шайқастың ғана берері, жеңіс. Үшінші: жер өлшемі бастапқым, нота боп та кетемін. Қосып оқы екеуін, музыкалық аспаппын, арфа. Үшінші тапсырма: нөмір 6 аудионы тыңдаңыздар. А тапсырмасын орындау үшін оқушылар аудионы тыңдаңыздар. Аудио сіздің кітаптың ең соңғы бетінде дискіда берілген.
3-тің ә тапсырмасын орындау үшін мәтінді қайта тыңдап сұраққа жауап беру керек. Ол үшін кітаптың соңғы бетінде дискі берілген. Сол дискі арқылы сіздер аудионы тыңдай аласыздар. Б тапсырмасы: дәптерлеріңе мемлекеттік тілдің қызметі туралы жазыңдар. Тіл ұлттың аса ұлы игілігі, әрі оның ажырағысыз белгісі. Ұлттық мәдениеттің гүлденуі мен адамның тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің болашағы тілдің дамуына, оның қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз байланысты. Тіл ұлттың жаны, тіл ұлттың асыл қазынасы. Тіл әр халықтың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан қасиетті құралы. Оны әр уақытта аялап, шұбарламай кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің борышымыз. 4-ші тапсырма: көп нүктенің орнына қажетті әріптерді қойып жазыңдар. Қазақ, Қытай, испан, татар, ағылшын, линди, орыс, жапон, ұйғыр, тува, өзбек, араб, қырғыз, араб, түрік, француз. 5-ші тапсырма: оқушылар, өлең баба тілі деп аталады. Баба тілді қадірле, болашақтан түңілме. Айналайын боздақтар, аралас тілге үңілме. Хат жазыссаң өзара, жетілдір қазақ сөзіңді. Жат алдында ез болмай, берік ұста өзіңді. Осы тілді жек көрген, дүниеден қалар құр. Бағаласаң шынымен, баба тілің асылдыр. 5-тің А тапсырмасы: сұрақтарға жауап беріңдер. Өлең мазмұнынан не түсініңдер? Қазақ тілін құрметтеп, қадірін түсінуге шақырады. 2-ші, жырау тілге қатысты қандай кеңестер береді? Қазақ тілін дамытуға ұмтылуды ұсынады. Өлеңдегі айтылған оймен келісесіздер ме? Я, келісемін. 5-ші ә тапсырма: өлеңнен 3 тіркес сөзді таңдап алыңыздар. Ол сөздердегі дауысты, дауыссыз дыбыстарға жіктеп жазыңдар. Бұл жерде өлең бойынша тіркес сөзді таңдап аласыз ба, не тек сөзді таңдап аласыз ба, ол жағын өзіңіз көресіз. Және дауысты, дауыссыз дыбыстарға жіктейсіздер. 6-ші тапсырма: суретті пайдаланып сұрақтарға жауап беріңдер. Көне түркі тілдерін атаңдар. Көне түркі тілдеріне хазар, бұлғар, ғұн, көктүрік, сақ, авар тілдері жатады. Көне тіл дегенді қалай түсінесіңдер? Қазіргі түркі халықтарының түп негізі саналатын тіл. 3-ші сұрақ: түркі тілдері қалай жіктеледі? Алтай дәуірі, ғұн дәуірі, көне түркі дәуірі, орта түркі дәуірі, жаңа түркі дәуірі, ең жаңа дәуір деп 6 түрге жіктеледі. 7-ші тапсырма: оқиық қызық. Әлемдегі ең қысқа және ең ұзақ әліпби. Бугенвиль аралын мекендейтін 4000 адам ротакас тілінде сөйлейді. Ротакас тілінің әліпбиі 12 әріптен тұрады. Бұл әлемдегі ең қысқа әліпби. Ал ең ұзақ әліпби 72 әріптен құралған. Ол Камбоджа мемлекетінің басым көпшілігі пайдаланатын Khmer тілі болып табылады. Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар екенін анықтаңдар. Бугенвиль, Khmer, әліпби деген сөз берілген. 9 әріп 8 дыбыс, 5 әріп 5 дыбыс, 6 әріп 6 дыбыстан тұрады. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.